Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін мен Арайлым Данияр қызы оригинал рецептер каналыма лакумканың оригинал рецептін салатын боламын. Әрі қолдағы бар заттардан пісіретін боламыз. Жасалу жолы өте оңай, жұмсақ, ауызда еритін, кремі арзан, ең дәмді лакумка болады. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Егер каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Бізге қажетті заттар: су, сары май, сүт, ұн, тұз, шекер және дрожж ашытқы қажет болады. Ең алдымен тұзымызды ұнға араластырып аламыз. Сосын үлкен ыдысымызға суды, сүтімізді, сары майымызды, шекерді салып, шекеріміз ерігенше араластырамыз. Міндетті түрде барлығы жылы болу керек, қатты ыстық болып кетпеу керек. Сосын дрожжымызды салып және араластырамыз. Және ескертетін жағдай, ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер. Міндетті түрде 600 граммды өлшеп алыңыздар. Сосын електен өткізіп, аз-аздан салып, дәл осылай видеодағыдай бірінші қасықпен қозғап отыратын боламыз. Дәл осылай қамырымызды ашытып аламыз. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымызды ашытып аламыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді оны бөліктерге бөліп, дәл осылай майда-майда суала қылып аламыз. Қатты баспаймыз, ақырын ғана орап, осылай домалақтап аламыз. Сосын біз лакумканың формасын жасайтын боламыз. Ол үшін қамырымызды домалақ етіп, қолымызбен жаямыз. Оқтауды қажет етпейді. Сосын қамырымызды қайырып қоямыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте оңай жасалуы және көп уақыт алмайды. Енді біз көтерілуін күтеміз 20 минуттай және қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Енді біз кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін өте сапалы сгущенка және сары май қажет болады. Сары майымыз 72%-дан жоғары болу керек және ескертетін жағдай, бұл жерде сары майда сгущенкамызде бір температурада болады, яғни бөлме температурасында тұруы керек. Сонда біздің креміміз іріп кетпейтін болады. Жақсылап миксерлеп аламыз. Сгущенканың барлығын бірден қоспаймыз. 2 немесе 3-ке бөліп, осылай қосып алатын боламыз. Миксердің ең аз жылдамдығымен жоғары көтеріп отырамыз. Миксердің жылдамдығын көтеріп отырамыз. Және біздің креміміз өте керемет болып шығады. Әрі арзан, әрі сапалы, дәмді крем болады. Міне біздің креміміз дайын. Көріп тұрғандарыңыздай өз қалпын ұстап тұрады. Әрі енді біздің дайын болған лакумкаларымызға кремімізді құятын боламыз. Өте жұмсақ, көріп тұрғандарыңыздай тамаша болып шықты. Енді ортасын кесудің қажеті жоқ. Дәл осылай өзі ашылады. Және жаңағы кремімізді кондитерский қапшығымызға құйып, осылай булочкаларымыздың арасына құйып шығамыз. Міне біздің лакумкамыз дайын. Жасалу өте оңай және аз уақытты алады. Сіздер де жасап көріңіздер. Және қалауларыңыз бойынша сәндесеңіздер болады. Мен бұл жерде жаңғақты пайдаландым. Бетін сәндеген үшін. Сіздер
бір лакынканы майдалап соны бетіне үгітсеңіздер де болады, немесе қант ұнтағын пайдалансаңыздар да болады. Ол өз еріктеріңізде. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнап жатса, комментарияға жазып қалдырыңыздар, лайк басыңыздар, подписаться етіңіздер және достарыңызбен бөлісіңіздер. Ас болсын.